Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Халайық, мынадай бастама пайда болды. Енді атақты Нұрлан Өнербаев ағамыз бар ғой, өнердегі адам. Міне осы адам үкіметтегілердің ісін сынғала отырып, енді қазақтар, халық өзіміз айыппұлдың түрін ойлап табайық деп отыр. Яғни қазақша сөйлемеген адамға айыппұл. Айыппұлдың мөлшері 39.320 теңге. Егер адам қазақша білмесе, қазақша сөйлемесе, онда оған айыппұл 39.320 теңге. Өнер адамы осынау бастаманы ұсынып халыққа таратып еді, жүздеген адам қолдап шыға келді. Қаншама жүздеген пікірлер жазылып жатыр. Енді осынау бастаманы сіздерге ұсынып көріп отырмын. Өнер адамының, сіздер қалай ойлайсыздар? Нұрлан Өнербаев ағамыздың мына жазбасын оқып берейін алдымен сіздерге. Содан кейін өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Нұрлан Өнербаев ағамыз былай деп жазды: күнде бір айыппұл түрін шығарасыңдар. Бір айыппұл түрін халық өзіміз ұсынайық. Қазақ тілінде сөйлемейтіндерге 39.320 теңге айыппұл салынсын деп жазған болатын. Құрметті халайық, Нұрлан Өнербаев ағамыздың қазақ тіліне байланысты осынау ұсынысы бүкіл елге тарап жатыр. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұнымен келісесіздер ме? Егер келіссеңіздер, өз пікірлеріңізді міндетті түрде комментарийге жазып қалдырыңыз, және бұл видеоны қолыңыздан келгенше бүкіл WhatsApp топтарына таныстарыңызға таратып жіберіңіз. Елімізде осындай бастама айтылып жатыр.